Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауатташу пәні сабақтың тақырыбы цеп-цеп қалай ауырды? Ц дыбысы мен әріпі. Сабақтың мақсаты сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін ажыратып, дұрыс дыбыстап, үлгілер негізінде әдемі жазып үйрену. Сабаққа дайындық кезеңі. Бірге қайталайық. Қуанамын мен күнде, таң арайлап атқанда, күн шуағын төгіп бір, гүл жұпарын шашқанда. Бәріміз бірге қайталайық. Бірінші тапсырма, тыңдайық. Қоқи балапанына ас дайындады. Ал цеп-цеп асын ішпеді. Ол кешке циркке баратынын ойлап, қуанышты еді. Анасы жұмысқа кетті. Ал цеп-цеп жаңбырға қарамастан шалшықты кешіп, аулада әрі-бері жүгірді. Енді балалар, үшінші суретке қарап, цеп-цепке не болғанын айтыңдаршы. Цеп-цеп ауырып қалды, оған анасы қайтты, дәрігер шақыртты. Енді осы мәтінде балалар, ц әріпінен келетін қандай сөздер естідік? Айтайық. Цеп-цеп, цирк. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Бұл цифр. Цифр сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Цифр деген сөз неше әріптен тұрады? 4 әріптен тұрады. Ц қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Қандай түспен бояймыз? Көк түспен. И қандай дыбыс? Дауысты. Қандай түспен бояймыз? Қызыл. Ф қандай дыбыс? Дауыссыз. Қандай түспен бояймыз? Көк түспен. Р дауысты ма, дауыссыз ба? Дұрыс айтасыңдар, дауыссыз дыбыс. Қандай түспен бояймыз? Көк түспен бояймыз. Цифр сөзіне балалар, біз дыбыстық талдау жасадық. Енді осы суреттегі сан атауларын өсу ретіне қаратай оқиық. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Ол кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар, мұқият зер салып қараңыздар. Ц әріпі. Ц әріпі. Циркуль. Циркуль. Цилиндр. Цилиндр. Цистерна. Цистерна. Цемент. Цемент. Цирк. Цирк. Балалар, бұл не зат? Циркуль. Осы циркуль сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Ц қатаң дауыссыз дыбыс. Ц қатаң дауыссыз дыбыс. Ц әріпімен таныс бол. Бір тармағы басылып, Ш әріпі Ц болды. Ц әріпін құрастырып жаса және жаз. Өз жұмысыңды бағала.
Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.